Ассалаумағалейкум құрметті достар, біз бүгін сіздермен күрес түрлері жайлы сөйлесеміз. Бұл жаңалыққа шығуымыздың себебін өзіңіз де өте жақсы түсініп отырған шығарсыз. Себебі біз бүгін екінші рет әлем чемпионы болған жігіт жайлы сөйлесеміз. Құрметті чемпион, бізбен бірге болғаныңа үлкен рахмет. Біздің арна күннен күнге дамып келе жатыр. Егер біздің арнаға әлі тіркелмеген болсаң, тіркеліп, лайк басып, колокольчикті басып қой. Үздік жаңалықтарды, ең соңғы жаңалықтардың барлығын бізбен бірге тамашалап отыратын боласың. Біз бүгін әрине еркін күрестен әлем чемпионы болған. 18 жасында әлем чемпионы болды және бүгін 20 жасында екінші рет 20 жасқа дейінгілер арасында әлем чемпионы болған Ризабек Айтмұханов жайлы сөйлесетін боламыз. Ризабек Айтмұханов 2004 жылғы енді 20 жастар арасындағы жарысқа қатысқаннан түсінуге болады оның 20 жаста екендігін, және ол Солтүстік Қазақстан облысы Уәлиханов ауданы Кішкене Көл ауылында дүниеге келген. Қазір Алматы қаласында еркін күрестен дайындалады. Жалпы бұның кезінде әлем чемпионы болғанының өзі үлкен сенсация болған болатын. 92 килограмм салмақта Ризабек Айтмұханов әлем чемпионы болды. Бұл енді әрине мақтанып айтатындай жетістік болды. Себебі тәуелсіздік алғалы бері бұндай жетістік бізде болмаған еді. Және 92 килограмм салмақ бұл Олимпиада ойындарында болмағандықтан ол әрине салмағын көтерді. Өзі байқасаңыздар ірі денелі, видеоларынан, фотоларынан көріп тұрсыздар. Өте мықты жігіт, негізі түрінен ақ, жалпы дене бітімінен ақ көрініп тұр, өзінің психологиясынан ақ мықты екендігі. Егер оның психологиясын бір зерттегілеріңіз келсе, онда түнгі студияға келген бағдарламасын бір көрсеңіздер болады. Сол жерде оның самооценкасы дейді ғой, жалпы психологиясы өте жақсы екендігін сол жерден көруге болады. Енді ол жігіт 92 килограмм салмақта дәл солай жақсы жетістік болғанымен Қазақстанға келгеннен кейін Әлішер Ерғалимен күресіп финалдық кездесуде жеңіліп қалған болатын. Бірақ Әлішер Ерғали да Париж Олимпиадасына барып, енді ол жақта жүлде ала алмады. Бірақ екі спортшымызға да, екі балуанымызға да біз үлкен табыстар тілейміз. Ал бүгін мінекей сол одан кейінгі өзінің чемпиондық менталитеті бар екендігін көрсете отырып, біздің Ризабек қайтадан 97 килограмм салмақта әлем чемпионы болып отыр. Мұндай жетістік енді Қазақстан тарихында болмаған негізі. Көбінесе бізде Азия чемпионаттарында немесе әлем чемпионаттарында күміс қола алу ол белгілі бір мөлшерде әрбір жарыс сайын алып тұрамыз ондай медаль. Бірақ біз чемпиондық, яғни тек қана алтын медальді алып отыратын, үнемі алып отыратын бұндай жігіттеріміздің бар болғандығына қатты қуанамыз. Кезінде Жақсылық Үшкемпіров ағамыз әлем чемпионы болды, Олимпиада чемпионы болды, білесіздер. 48 килограмм салмақта. Дәл сол секілді енді біз Ризабектің де алдағы карьерасына үлкен сеніммен, үмітпен қараймыз. Сіздер де өздеріңіздің тәтті тілектеріңізді комментарийға жазып кетіңіздер.